Сәлем достар, бүгін ерекше салат жасаймын, яғни татар салаты. Ол үшін бізге қажетті заттар: 5 кг қызанақ, 1 кг пияз, 1 кг тәтті бұрыш, 500 г күнбағыс майы, тұз, қан, қош иісті бұршақты қолданамын. Алдымен қызанақты өзімізге ыңғайлы етіп тура аламыз. Одан кейін ет тартқышқа салып, оны өткіземіз. Яғни осылайша барлығын жасап шығамыз. Қызанақты ет тартқыштан өткізіп болдық. Кезекте тәтті бұрышты алып, ұзыншалап тураймыз. Ұзыншалап турап, барлығын турап болғаннан соң қызанақтың үстіне саламыз. Қызанақтың үстіне тәтті бұрышты салдым. Ендігі кезекте 3 қасық тұз салам. 1 қасық, 2 қасық, 3 қасық. Одан кейін 1,5 қасық шекер салам. Қант салам, яғни. Одан кейін жарты қасық қош иісті бұршақ салам. Оның үстіне күнбағыс майын құямыз, яғни 500 г. Құйып болғаннан кейін жақсылап тұрып араластырамыз. Содан кейін оның үстіне ащы 3 бұрыш саламыз. Бұны қалауымыз бойынша салуға болады. Салатымыз аралас болды. Ендігі кезекте салатты газдың үстіне 1,5 сағат қойып қайнатамыз. Пиязды дөңгелектеп тураймыз. Яғни барлық жуаны осылайша турап шығамыз. Не осындай түрде болу керек. 1,5 сағат өтті, қайнап болды. Енді оның үстіне пиязымызды саламыз. Салып, қайтадан 40 минут қайнатамыз. Яғни қайнатқан кезде астын жайлап қою керек, қатты қайнатуға болмайды. Жай қайнау керек. Достар, біздің салатымыз дайын болды. Енді банкіні буға қайнатып алып шықтым. Одан кейін осы салаттарды банкіге қайтадан салып, бетін жауып тастаймын. Біздің банкімыз жабылды. Яғни салатымыз мынадай түрде шықты. Яғни қысқа дайын біз. Егер де сіздерге видео ұнаса, Ханшайым каналына жазылып, лайк басып кетуді ұмытпаңыздар. Келесіде қандай тағам түрін жасайын, соны комментарийге жазып қалдырсаңыздар болады. Және де менің басқа да видеоларымды осы Ханшайым каналынан көруге болады. Бүгінге осы, келесі кездескенше.